Сәлем достар, бүгін мен сіздермен мерекелік дастарханға арналған өте дәмді және өте әдемі көрінетін кемпірқосақ салатының рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге суда піскен картоп, суда піскен сәбіз, суда піскен қызылша, көк пияз, майонез және маринадталған пияз, суда піскен 4 жұмыртқа және аздап тұздалған май шабақ қажет болады, яғни селедка. Ендеше салатымызды бастаймыз. Ең алдымен май шабақты осылай кубиктап турап шығамыз. Және оны тарелкамыздың ең астыңғы бөлігіне орналастырып шығамыз. Менде бұл жерде осындай 3 тарелка шықты. Сіздерге осылай 2 тарелкасын көрсетіп жатырмын. Сіздермен маринадталған пияздың құрамымен бөлістім. Осыған қарап, алдын ала пиязыңызды маринадтап қойыңыздар. Оның үстіне маринадталған пиязымызды саламыз. Оның үстінен майонез жағып шығамыз. Енді суда піскен картопымызды үкіштің осындай майда бөлігінен өткізіп аламыз. Және оны осы майонездің үстіне жақсылап қойып шығамыз. Оның үстінен майонез жағамыз тағы да. Майонезді шанышқының көмегімен тегістей барлық жеріне тигізіп, осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Енді қалған заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Көк пиязымызды осылай майдалап турап аламыз. Және суда піскен сәбізімізді үкіштің майда бөлігінен өткіземіз. Одан соң жұмыртқаның 2 ақ бөлігін бөлек алып қойып, қалған бөліктерін үкіштің майда бөлігінен ең алдымен сарысын, одан соң ағын өткізіп аламыз. Және суда піскен қызылшамызды да дәл солай үкіштің майда бөлігінен өткізіп аламыз. Қызылшаны өткізіп болған соң, оның артынан бірден үкішімізді жумай, жұмыртқаның алып қалған 2 бөлігін өткізіп аламыз. Сонда біздің жұмыртқамыз осындай түске боялады. Енді барлығын орналастырып шығамыз. Ең алдымен ортасына сәбізімізді орналастырамыз. Одан соң сәбіздің сол жағына жұмыртқаның ағын дәл осылай видеодағыдай орналастырып шығамыз. Сәбіздің сол жағына қызылша түске боялған жұмыртқаның ағын қойып шығамыз. Одан соң жұмыртқаның ағынан кейін қызылшамызды орналастырып шығамыз. Ал сол жағына көк пиязымызды орналастырамыз. Және 2 жағына да жұмыртқаның сарысын осылай видеодағыдай орналастырамыз. Міне біздің өте дәмді және өте әдемі көрінетін кемпірқосақ салатымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.